Бізді көре алмайтындар көрмей жүр. Тоқтар бай ғой, енді малы бар. Неге жылап отыр анау? Бүкіл өнер адамдары осылар осындай семірген, осындай ой нервін ұстап келді. Жат біреудің қызын қызғаны бөліп отырмын өзім. Құдайдың алдына барғанда жауап береміз. Сосын көзі сығырайған қап-қара қазақтың қызы Элеонора болып тұрса білмеймін. Бұл деген сұмдық мектеп қой бұл. Естерін тұспан, бұқасын естесің. Мен рахаттанып отырмын екеуің. Телефон бересіз бе? Масса. Қазір ойбай мен қатырамын дейді да соны. Міне өнерді табысқа айналдырып жүрген. О, ар жағында қате тұр ғой бұл. Теңізде де кешемеді. Тоқтар, қош келдіңдер. Рахмет. Қалдарың қалай, қайда жүрсіңдер? Соңғы кезде бір-біріміз көрмейтін болып кеттік қой. Сендер де көрінбей кеттіңдер. Ең бастысы ақшаны қалай тауып жатсыңдар, қайдан тауып жатсыңдар? Мені көріп отырсыңдар, мен тренингке кетіп қалдым. Бізді көре алмайтындар көрмей жүр, әйтпесе біз көрініп жүрміз негізі. Енді біз енді бұйырғанын қазір көріп жатырмыз. Тоқтар бай ғой, енді малы бар, ақшаны баяғыда жасап тастаған бұл. Сондықтан Тоқтарда проблема жоқ шығар ол жағынан. Тоқтардың атын өзгерту керек сияқты, Тоқтар бай. Тоқтар бай Тоқтар. Мың жылқысы бар бұның. Мың қой жоқ қойдың қазір, Қой жоқ. Сиырға кетті қазір. Тоқтардың бай болатыны мен сендім, өйткені көңілі бай жігіт қой. Көңілі бай. Ниетіне береді. Шүкір Алланың берген рызығы. Алматыға біз 2 ай карантиннан кейін әрең келдік қой біз. Бала шағаны қорғау үшін ауылға кетіп қалдық. Саған не телефон шықпайды? Ауылға кетіп қалдым ғой, ауылда шешемнің қасына барып, сон бала шағамда 4 ұлымды алып барып жаттым бейбіт еміз. Келгеннен кейін бірінші естіген хабарым жаңағы бай дегеннен шығады. Кәдімгі сенбесіңде телефонда тұр. Біреу көсіліп әңгіме айтыпты бүйтіп. Не анау? Мен айтып отыр. Тоқтар Серік жылап отыр. Мен өткенде бір жылқышы бай деген жігітке интервью берген кезде кәдімгі жас көзіме шынымен де еріксіз жас шығып кетті. Елді ойласам көзіме жас шығады. Соны ел туралы айтқам, елдің қазір жағдайы жетісіп тұрған жоқ қой. Осылай. Неге біздің елде кедей көп деген әңгіме айтқан кезде екі көзіме жас толған рас. Мен кедеймін деп мен айтқан жоқпын өз-өзімді. Мен жағдайым жоқ, жылаған жоқпын. Соны біреу жазып деп кім екенін білмеймін. Алла ол кісіге разы болсын негізі. Тоқтар не үшін жылап отыр жетісіп? Оның дейді, Ақтоғай деген жерде 300 КАМАЗы бар дейді. Руда тасып жүрген. Анау Қарағайда, Қарағандыда 400-500 сынуля КАМАЗы бар. Оның 5000 асыл тұқым жылқысы бар. Ол неме жылап отыр дейді. Біздің достық әзіл ғой, Тоқтар бай деп мыналар мен сөйлейді. Сол мен таңғалам, мен ана әңгіме есімде, ол біреу болса біреуге есі түрпідей тиеді ғой оның. Соны біреудің жағдайы жоқ, жетісіп жүрген жоқ, мысалы біреу жылап, қарның аштығынан жылап отыр, біреу көңілінің аштығынан жылап отыр. А бізді осындай соңғы кезде әншілер жөнінде халықтың арасында дау-дамай туып осының кесірінен, осындай азаматтардың, осындай әйелдер, еркектердің әңгімесінің кесірінен біз туралы үлкен пікірлер пайда болады. Бұлар бай, семірген, жегені алтында, жемегені артында. Енді біз қалжыңдаймыз ғой, сол қалжың түсінбейді ғой. Соны түсінбейді ғой. Менде қазір запись бар, жазып алғым. Ананы таңғалып мен, бірақ түртіліп жоқ, тек WhatsApp-қа тараған ғой. Неге жылап отыр анау? 300 КАМАЗ Ақтоғайда жұмыс істеп жүр, 400-500 КАМАЗ Қарағандыда, Қарағайлыда жүр, КАМАЗ. Мен өзім білем лично деп тұрып айтады. 5000 асыл тұқым жылқысы бар. Бір айғырының өзі 7-8 миллион теңгеден тұрады оның дейді. Мен таңғалдым. Құдай тәуба дедім. Сіздің айтқаныңыз есінде риза болдым. Негізі кейбіреулер өнер адамдардың бәрін жағдайын бір 5-6 адаммен өлшейді. Мысалға да көзге көрініп жүрген болмаса азаматтардың Құдайға шүкір сол жағдайына қарайды да бәрі солай екен деп ойлайды. Оның ішінде музыканттар бар, қобызшылар бар, суретшілер бар, оның бәрі ондай емес қой. Елдің спросында емес. Сондықтан бүкіл өнер адамдары осылар осындай семірген, осындай бұлар бүйту керек, сөйту керек. Соны түсінбейсің да. Енді салт дәстүрдің қазір озығы бар, тозығы бар. Салт дәстүр деген кезде оның ішінде тәрбие, үлкен алтын кесіп өтпеу, ертеңгісін тұрғаннан кешке дейін бәрі ішінде ғой, мәдениет те барлығы сонда. Бірақ сөздеріне орай айтайын деп отырмын. Байқайсыңдар ма? Қазір адамдар ашулы. Шап ете қалады, қазақша айтқанда беттен алып төске шабады. Сол тұста қазір бізде психологиялық тренингтер көбейіп кетті. Соны оқисыңдар ма өздерің? Мен өзім оқымаймын да, көрмеймін де. Солардың көбін танимын, жаңағы сондай тренингтер жасап жүргендерді. Мен біреуіне қарамаймын, біреуін көрмеймін де. Себебі маған қажет емес. Маған түк те қажет емес.
мен енді баламды мен бүйтіп тәрбиелемеймін, Жаке. Енді екеумізге бала шағада ортақ, әке шеше ортақ. Енді біздің достығымызды ел біледі ғой, қандай дос екенімізді. Екеумізде әйел ғана бөлек, қалғаның бәрі ортақ дүние. Бізден жасыратын жоқ, ештеңені бірімізден сұрамай ала алатын жағдайдамыз. Бірақ мен мынау екен тәрбиеміз бірден. Біздің бала шағамызға сен болашақта бай боласың деп тәрбиелемейміз. Ол себебі сен бай боласың, баюдың жолы мынандай деп үйрететін болсам, ол өспей жатып мен тонауым мүмкін де. Ойбай, әлі жүрсің ба? Әй, қарағыма бұлжырап кешке дейін осы пол жуып жүрсің ба? Өмір ісің өнбейді сенің. Қарны ашып тамақтанған ма? Сен не істеп жүрсің? Айтсай маған қайта-қайта күніне ұрса береді. Менің оң қолым бар ма не? Қош. Дұрыс айтады. Ол еркек не? Ол осы үйдің қатыны өлмеді? Сен емес па? Оны қатысы қанша? Мінекей осындай ситуация әрбір отбасында демей қойын, бірақ екінің бірінің үйінде болып жатыр. Келін мен ененің арасындағы бітпейтін жанжал, ер азаматтың жауапкершіліктен қашуы, орынсыз ерлі-зайыптың арасындағы қызғаныш, осының барлығы тіптен отбасының ажырасуына дейін келіп жатыр. Ал енді осыны алдын алу үшін, осы жағдайды болдыртпау үшін мен сіздерді бақыттың бағасы деп аталатын 5 күндік марафоныма қатысуға шақырамын. Өспей жатып мен дым қалдырмай тонап тастауым мүмкін. Қазіргі жастар тәрбиелеп жатқан тренингтердің бәрі аяқ астынан байып кету, миллиардер болу, миллионер болу, не түсінбеймін оны. Ол оқу қайда, оны тоқу қайда, ол не істеу керек. Бірінші адам болу деген бір процесс бар ғой. Бірінші адам болу керек, адал болу керек. Оның аясында, оның тамырында қанша дүниелер бар да, соны зерттемей, мен білмеймін, түсіне алмаймын осыны әсілі артына жеткен жан миыма кетпейді нәрсе. Ел кезінде біздің бәрімізде ұстаз болды, иә? Өнерге келген кезде ұстаз болды. Ұстаздың алдынан өтпеген адам, ол ұзаққа бармайды, бәріміз де білеміз. Мысалы, барлығымызда ұстазымыз, бірақ сендердің жекеменшік ұстаздарың ғой, мысалы, Алтынбек Қоразбаев ағамыз, Алтынбек көкеміз, ұстазымыз деп, тіптен осы неше жыл болды сахнаға біз келгелі, осы Алтынбек ағамыз, Мейрамбек, сен үйленген кездің өзінде бірінші жағы әкесі осы кісі батасын берсін деп, сендердің де жайылған дастархандарында бірінші төрде бата беріп, ең соңына аяғына дейін тіптен келін құтты болсын деп, Мейрамбектің папасы Алтынбек ағамызға құтты болсын айтып жатыр. Ал енді қазір сол ұстаздың мектебі меніңше әлсіреген сияқты. Мысалы, жас буын өсіп келе жатыр, өкшемізді қуып, жас қарындастарың, әнші інілеріміз, соларға біз қалай осы ұстаздықты ақсатып алған жоқпыз ба? Негізі біздің кінәміз емес па? Кінәміз бар ма? Мен шама келгенше біз түкпір-түкпірден, мысалы, жерден тауып алып жүрдік қой, талантты бауырларымызды, мысалы, түрлеріне жол көрсетіп деген сияқты. Сол Алтынбек Қоразбаев көкемізден көргенді шама келгенше біз жасап жатырмыз. Ал көбінесе жастар, өнердегі, олар интернеттен, басқа неден алады да ұстаздықты. Алды кесіп өту, жаңағындай. Мен мақтамын тумай жатып, сондай бір әңгімелер бар. Бізден шында да жаңа өзің айтып отқандай, ұстаздарымыз көп қой алдымызда жүрген. Қай жерде көрсек те тұрып барып, жүгіріп амандасу бірінші. Құдайға шүкір, өзімізде солай қазіргі уақытта шынымен де бір әлсірегенінде шығар, мүмкін. Өйткені басқаша жол кетті қазір. Менің ойымша, олай да бір жерінен дұрыс та шығар, кім біледі. Яғни қанша дегенмен бізден де бір ақау кетіп жатыр. Ұстаз болмаса енді кімнен алады, кімге еліктейді олар? Өйткені бізде де уақыт жоқ қазір. Енді Мейрамбек екеуміздің, Алтынбек көкемізден көргенімізді жасап жатқанымыз анық. Себебі бұның да қасында шәкірттері бар, менің де қасында шәкірттерім бар. Бірақ шәкірттеріміздің бірісін өзіміз тапсақ, бірісі өзі іздеп келді. Қазақта сөз бар, болар баланың бетін қақпа, белін бу деген. Сол болайын деп тұрған көріп тұрып, оның бетін қағатын болса, болашағы не болады деген. Мысалы, жақында, мысалы, осы бір 2-3 жыл бұрыннан бастап Мейрамбектің өзінің жұлдыз жекпе-жек деген бағдарламасы бұл өзіңізде болып ішінде. Соның ішінде көптеген сырттан аты белгісіз де балалар келіп жатты бізге. Бірақ өз ортасына аты мәлім, бірақ халыққа әлі танылмағанда небір әншілермен жолықтық. Сонда кейбір тұстарында мен кішкене Мейрамбекемді ақылдасақ, Мейрамбек айтады маған, тоқтар, мынаның адамы жоқ қой, мынаның ұстазы жоқ, я болмаса мынаның болашағы бар, мынаның сүйрейтіні жоқ. Мынаның осы біздің бағдарламада бағы жанып кетсе, мынаның арғай жұлдыз жану мүмкін деген.
біз соған да қарадық та көбінесе. Оны бірі білсе білмейді. Мысалы кейбір адамдар сыртымыздан сөз қылады да білемін. Бұлар. Сосын мен ойлаймын, қанша ұстаздық ет, қанша жерден кітап оқы, білімді бол, тартпай қоймас негізге дейді. Ар жағында қалыбында, тегінде болу керек. Бірдеңе болмаса, ол бәрібір қай университетке барып, қай жерден тәлім алса да, кімнің қасында болса да, ол ар жағында тегінде жоқ нәрсе жоқ болады екен, бәрібір қанша дегенмен. Тегі дұрыс адам, бәрібір тәрбиесі дұрыс адам, қағып алады, ары қарай алдыңды кесіп өтпейді. Ол ертең өзінің алдына келеді, кез келген нәрсе. Қиянатын. Сондықтан жастарда сол айналып келген кезде мен қарап отырамын, сол тегіне тартып кетеді ау осындай кездерде. Бір жақсы емес бір қылықтарын көресің ғой. Қарны ашып қалған. Қарны ашып қалған. Менде былай мысалы жақсы таланты бар балалар шығады. Енді қазір Инстаграм желісі арқылы бұрынғыдай проблема жоқ қой бізде. Табам десе тауып алады. Сонда әке-шешелер шығады кәдімгідей. Бірақ қойған талаптары міне, олардың көзқарасы бойынша өнерге адам келсе, сіз шәкірт қылып алсаңыз дейді. Бізде мысалы біздің кезімізде міндетті түрде музыкалық білім алу керек, ұстаздың алдына өткен адам ол басқаша болады, көрініп тұрады. Ұстазың кім деп сұрайды ғой. Сонда сол жастарды келіп тықпаштап жатады, бірақ қойып жатқан талабы мынадай. Сіз бір 10 шақты ән үйретіңіз дейді, фонограммасын жазып беріңіз дейді, аранжировкасын жасатып. Сосын қасыңызда жүрсін, сосын табысыңыздан 50-де 50 беріп тұрсаңыз болды дейді. Яғни әнші болса тек қана бизнес табыс көзіменен әрі қарай ол бала оқи ма, оқымай ма, сахнада жүріп тұру, сахна тілі, актерлік шеберлігі, ұстаздың білімі, қазақтың өнеріне тіпті сол құрмағазымен дейін да білмейді. Бірақ көзқарас солай қалыптасқан. Міне өнерді табысқа айналдырып жүрген. Өнерді бірден бизнестің бір түрі дейді, бірден өнерге балам келсе, бірден ақша тапсын деген қағида пайда болды. Міне, ол жаман нәрсе. Қазіргі балалардың да бәрі сондай. Келе салады, бір екі ән жазып алады, оны әлі таныған жоқ. Аға, біз тойға қашан жібересіз? Бізге той түсе ме? Осындай. Өте жасырады жоқ. Баяғыда бізде Музартта Мақсат Базарбаев кететін кезде біз бала іздедік. Осы Алматыда қанша кафе бар, қанша ресторан бар, соның бәрі музыканттарды іздедік. Анаған барамыз, мына музыкантпен сөйлесеміз, ұнағандар болады кейбір кезде дауыстар. Сөйтсек бірден көбінесе жастар шынында жаңағындай. Сол кездің өзінде. Келмей жатып қалып қояды. Келмей жатып, әлі алған да жоқ біз. Қалай қарайсың, Музарттың репертуарын білесің, не айлығым қанша, бірден сразу бірден ақшада, онда сен бірінші алдыға өнерді қоймаған адам, ақшаны ойлап тұрған адам онда келмейді екенбіз. Өйткені біз бәріміз жиналған кезде ол күнге дейін сол ғой, тоқтар, біз өнерге ақша табамыз деп келген жоқпыз ғой, өнерге барымызды бірдеңе бар болса, осыған берейік деп. Ал дүние ол бұйырған нәрсе, ол сен өнерде болмаса да келеді, ол саған бір жерден бұйырып тұрса, жеті қабат жердің астында тұрсыз, саған бұйыру керек нәрсе ол бұйырады. Көбінесе жастар сол бірінші планға ақшаны қойғаннан кейін өнерлері көп алдыға шықпай жатады. Тек ақша, мен жұлдыз болсам ақша тапсам дейді, болды. Мен жұлдыз болып халықтың қажетіне жарасам, халықтың тарихында қалсам, ән тарихында қалсам, болашақ ұрпақ менің атымда осы ән тарихынан тауып алса деген ешкімнің санасында осындай әңгіме жоқ ау. Біз мысалы кеңес үкіметі кезінде сол кезде шықтық. Екі ғасырда да былай қарасақ көріп отырмыз, екі заманда да. Сол кезде бірде бір рет естіген жоқпыз. Жарық жұлдыз дегенді. Жұлдыздар дегенді естіген жоқпыз. Қазір соншалықты арзандатып жіберді, қазір сенен сұрамайды да, қазақ өнерінің жұлдызы дейді. Шынымен жаңа бір ағамыз айтпақшы, аспандағы жұлдыздан жердегі жұлдыздар көрдік. Соны қаншалықты сендер айтқызасыңдар, әлде ретке келтіріп, мен мысалы айтқызбауға тырысам, жай ғана қазақтың ерке қыз деп шақырыңдаршы деймін. Екінің бірі жұлдыз деп айтып қалады. Айтқызбайын десең де айтады, осыны бұл сөздің сіңіп кетті, иә, сіңіп кеткен, бізге де сіңіп кеткен, және де ауыз екі осы, міне қазақ өнерінің жұлдыздары дейді. Рас қарап тұрсаң, шынымен де рас. Сосын өздеріңіз сүйікті әншілеріңіз деген менде ой нервім ұстайды кейде. Осы сүйікті ма, сүйікті емес па, көрінгенге өздеріңіз сүйіктің әншілеріңіз. Концертіне келді ма, ол түсінікті ол. Сүйіп келіп, сен тыңдаушы тыңдарманың келді. Ал енді кез келген жерде жаңағы сөзді алып, анағанда қолданады сүйікті әншің, жарық жұлдыз.
білмеймін неге сондай болып кетті. Мысалы өздерің білесіңдер, Айжұлдызды сол өмірге келмегенге дейін мені білесіңдер. Қазақша айтқанда қыз күнінен Айжұлдыздың өмірге қалай келгенде тарихын білесіңдер. Айжұлдыздың қалай тәрбиелеп жатқанын да білесіңдер. Мысалы мен қаланың қақ ортасында отырып ең бірінші алдыма өзіміздің ұлттық нақыштағы, яғни ата мен әженің мектебінен, әке шешеден көрген тәрбиемді сіңіріп алайын дедім. Ол үшін бірінші не істедім? Бірінші ешқандай тіл үйреткен жоқпын, тілім қазақша. Қазір өз мақалымды өзім айтып аузым жауып тастайды. Мен оған қуанам. Сөйтіп әбден қазақшасын пісіріп алғаннан кейін барып, осы 6-7 классқа келген кезде барып, орысшасын жетілдірдік. Содан кейін барып басқа тілге бердік. Сөйтіп қазақи тәрбиемен тәрбиелетінде мен мысалы соған өкінбеймін. Өздерің енді көріп жүрсіңдер ғой. Мен енді шешесі мақтаған қыз емес, жеңгесі мақтаған қыз дейді. Енді қазір амал жоқ, мен сіздерге айтып отырмын. Ал осы тұрғыда мына дарынды балаларды тәрбиелеу үшін іргетасын үйде қалай қалап жатсыңдар? Әкенің рөлі қалай? Мысалы сендер көбіне сапарда жүресіңдер. Әкенің тәрбиесі әсіресе ер балаға мықты болу керек. Ақсап қалып жатқан жоқ па? Мен жәке ол тура сол сіздің ұстаған қағидаңыз менде де бар. Бірінші менде ең бірінші жоғарғы сатыда қойылған ол тіл. Менде өз ана тілін білмеген баланы болашағынан оны күтпеймін. Өз ана тілін сыйлаған адам өзінің анасында, әкесінде, туған жерінде, туған елінде, туған туын да өзінің сыйлайтын, мен оған кәміл сенемін. Сондықтан бірінші ана тілінде сөйлегенін жақсы көремін. Ол енді бұл мейрамбек деді бала күнінен. Мен орысша қасқа баяғыдан білмеймін ғой. Мен мынандай қатқан қайда бар. Мен мектепте оқыған кезде мен тіл, әдебиет дегенді, тарих дегенді өте жақсы оқығанымда, менің ақсаған нәрсем есеп. Мына математика, алгебра, геометрия дегендерден кәдімгідей ақсадым. Кәдімгі былай айтқанда білген де жоқ ештеңе. Бірақ енді өнердің адамын ғой деген ол кезде менде қиын болған жоқ. Білсем, бірақ намыстанатымын, ұялатымын. Бірақ бізде Сара Масина деген апамыз оқыпты. Біз осы Алматыда нөмір 2 мектеп интернатында. Сол кісі мені жұбататын кәдімгідей. Жел басынан сүйіп. Сен деген болашақ қазақтың мықты әншісің ғой. Мен саған сенемін. Саған математика керек жоқ. Бірақ өзің үшін керек, біліп ал. Деп енді топтан қалып бартқан біледі ғой. Сон кейін осы балам ең бірінші ұлым дүниеге шыретіп келген кезде, осы мектепке барады деген кезде, бейбітке былай деп айттым. Бейбіт, менің бір арманым бар. Баламды мына математика пән тереңдеп оқытатын. Қорлық көріп қорлық көріп осы баламды сондай бір мектеп тапшы деп. Соны іздеп жүр 173 мектеп лицейға бардық. Ол біздің үйден бір талай жер алыс, оған адам қойдық. Апарып әкеледі. Содан бастап оқыды. Қазір ұлым мықты математик. Сен қинап жіберген жоқсың ба? А? Қинап жіберген жоқсың ба? Мүмкін басқа жағында талап бар. Жоқ, өзім арман. Жоқ, мен оны қатты математик болсын деп істеген жоқпын. Ол үшін математикадан білсін. Ол бизнесмен болу үшін, ол бірдеңкені жасау үшін бір есепті білу керек қой. Енді мына қоғам онсыз да тілді үйретіп жатыр. Өз ана тілін біледі, орыс тілін жаңа енді қалада өскен соң біледі. Ағылшын тілін қазір жастар енді білмеймін, екі кісі болып бүйтіп сөйлесе береді ғой. Миға кірмей қойды ағылшыншы. Миыма кірмей қойды. Бірақ менің балам мысалы телевизордан ағылшынша хабарларды тыңдап отырады. Содан кейін күліп отырады, тыңдап отырып бірдеңкесіне. Мен сұраймын, сен жаңа күлдің ғой? Не айтты десем, ол сөйтіп айтты, бүйтіп айтты деп айтады. Мен таң қаламын мен. Енді керемет нәрсе. Мен оған арнайы біз мектеп оқытқан жоқпыз. Бірақ жақсы. Тоқтар қара, қалады екен негізінде. Кішкентай кезінен қазақша сөйлейміз, қазақша садикке бердік, одан мектепке. Ана мультфильмді көреді де, орысша сөйлеп жүрді ғой. Орысшаны сөйтіп үйреніп алды олар. Кейін бәрібір қалады екен, Кәусар мысалы қазақша болып кетті де. Садикке де қазақша басында ой мен ашуланатын. Осыны қазақша садикке беремін, мектепке қазақша беремін. Бұлар қалай жүлдірілей береді қадамды деп. Сөйтсем бәрібір қалады екен. Ең басты қалыпын дұрыстап берсең болды екен бұл. Отбасында қазақша сөйлеусің, бәрібір бала қалыптасады, мультфильм енді өкінішке орай біздің мультфильмді тартпай ма, неге көрмейді мен соны түсінбей жүрмін әлі күнге дейін. Иә. Дұрыс сол жағынан бір дұрыс істей алмайтырмыз ғой. Бір күні мынандай қызық оқиға болды. Мына Шрек деген, содан кейін мен білетін, анау халық деген бар ғой анау мультфильмдағы геройлар. Содан кейін Бэтмен, Человек-паук деген.
балаларым сондай киініп алыпты, человек паукпын, біреу бэтменмін дейді, сондай киімдер бар көп қой, шешесі әкеліп берген. Қарап тұрып не істейді екенін шақырып алдым. Балалар, менің Қабанбай деген бабам болған. Ол дәу оған дәу, оның қылышының үлкендігі осындай деп суреттеп айттым. Ана ауыздарын ашып тыңдап егіздерім. Тыңдап отыр, соны айттым. Оның қылышын дедім, ана Бетмен келіп көтере алмай қойыпты. Одан человек паук шақырыпты, ол көтере алмай қойыпты. Содан болмаса халық шақырыпты. Халық деген үлкен, ол келіп көтере алмай қолын ауыртып, деп екеуі көз бар. Сөйтіп, соны Қабанбай айтты, халық шығасың ба мен жекпе-жек? Халықты жылатып тұрып сабап, человек паук мынжақ ұшып кетті, Бетмен мынжақ ұшып кетті. Содан екінші күні қарасам шапқылап жүр, мен Қабанбай. Қабанбай қылыш әкеп бердім ба? Мен Қабанбаймын деп шауып жүр. Мен сол кезде түсіндім. Жалпы баланың санасына қалай сенгізу керек, қалай сенім ұялату керек. Содан менің балаларым қазір Бетменді жек көреді. Үйде бір қылыш. Қылыш. Жоқ, баяғыда ол неге ақсағанын айтайын ба? Біздер бала кезінде қиссаларды тыңдайтынбыз, иә? Ол біздер тыңдадық. Тыңдайтынбыз. Сонда біз соған еліктейтінбіз. Мысалы, алпамыс, бірақ сол ертегілердің барлығы қобыланды, барлығы келеді де ертөстігінде әдемі болып, бақытты болып бітеді. Соған еліктейтінбіз. Таусоғар, желаяқ, tasha деген tasha бала. Біз өмірімізде соның бір керек тұстарын армандаушы жоқ қой. Бір жерге барып келіп шіркін, желаяқ болып кетсем ғой. Бір талды таусоғар болсам бала, тасты қопарып тастасам ғой. Сондай бір толағай болғым келетін, біз алпамыс қобыланды болғымыз келген. Бірақ бұл осы кейіпкерлерді біздің балалар ғой. Бірі білсе, бірі білмейді, бәрі білмейді деп айту енді ұяттау болар енді. Оны оқытып жатқандар бар ғой. Мысалы, бәрі білмейді десем, енді көпке топырақ шашқан болмайды. Бірақ көп жанұя семья оқытпайды, бұны білдірмейді, білгіліксі келмейді. Негізі осы қиссалар, сол ертегі аңыздардың барлығы қазақтың, ана ауыз әдебиетімен осы тіптен жатқа айтатын еді ғой барлығы. Негізі қазір мен қоғамда ойлап отырсақ, бізде әйелдердің тақырыбы күннен күнге өршіп келе жатқан тақырып деп айтуға болады. Әсіресе мына үйде отырып, күйеуден қорлық көрдім деген әйелдердің саны кемімесе күннен күнге өсіп бара жатыр. Осы орайда не ойлайсыңдар? Мысалы, бұл тақырыпты мен қозғап отырған жесір әйелдердің күйеуі қайтыс болған бұл тақырыпта мен өзім өттім, өздерің білесіңдер. Маған соншалықты жақын, кейде жаным ашиды, бірақ әттеген-ай дейсің де қолынан келе бермейді көп нәрсе. Осы кезде біз өзіміз сол жағдайға жеткізіп, осы күнделікті болып жатқан жағдайға етіміз үйреніп, теріс айналып кетіп жүрген жоқпыз ба? Мысалы, ер азаматтан үйде жатып, қорлық көріп, әйел адам тапқан табысына тамақ ішіп, ол аз болғандай қол жұмсап, көп қой қазір. Өздері мысалы жақында ғана интернетті шулатты ғой. Жұмыс істеп жүрген тым жақсы әйелдің бетін тіліп тастаған құлағына дейін. Бірақ ол 3 баланың ба анасы, балаларының анасы. Осы кезде біз ер азаматтар қалай? Қайда кетіп бара жатырмыз? Барлығын заманға жауып, әйтеуір сылтау басталады барлығы. Ер азаматтың отбасындағы рөлі, әйелге қол жұмсап, өзінің еркектігін білдіру, еркектік болу мысалы іс жүзінде ғой. Ол қол жұмсауда, оның еркектігінде емес. Ер азаматтылығымызды түсіріп алған жоқпыз, соған біз көз жұмыс, етіміз үйреніп кеткен жоқ па? Қоғамның қазіргі трагедиясы ғой, қасіреті. Осыған не дейсіңдер, ер азамат ретінде? Кеше Инстаграмда аяқ астына бір көзім шалып қалды. Қарап отырсам, бір кішкентай бала, қаршадай, кішкентай ғана бала, жүрегім ауыртты ана бала. Бұл енді жасанды дүние ғой, бірақ дей тұрғанмен мағынасы артында тұрған астарында керемет дүние бар. Екі жағында әкесі мен шешесі отыр, екі жағында алдында сот тұр. Кәдімгі сот балаға айтады, жарайды, кіммен қалғың келеді? Ауызбен айта алмасаң қағазға жазып бер дейді. Бұлай түсінікті, әкесі мен шешесі ажырасып жатыр. Сондағы баланың анан рөлді ойнаған балаға қарап таң қалдым. Не деген ана сұңғыла болашақ актер бала шешесіне бір қарады. Тесіліп шешесіне қарады. Шешесінің еркелеткен сәттерін бәрін есіне алды. Ананың арқалағанына дейін, аузына тамақ салғанына дейін. Одан бұрылды әкесіне қарады. Әкесіне қарады да, арқалап жүргені, балыққа апарғаны, доп ойнағаны, ат ойнап жүрген бәрін есіне алды. Бала жылады тұрды. Не деген анау көрініс сұмдық, анана жүрегі бар адам көрмесе қайырлады.
көрді де жазды бала. Жылап тұрып жазды. Мен екеуімен де қаламын. Ажыраспас екен дейді. Бұл бүкіл қазіргі балалардың арман тілегі. Мен өз басым еркегі, әйелін ұрқаған еркегіне мен таңғалам. Ол әйел деген былай айтқанда ең нәзік жаратылыс қой. Менің шешем бар. Шешемді менің марқұм әкем бір рет болсын қолмен нұқып көрмепті. Енді әйел адам ол бірдеңе болса еркегіне бір ренжіп сөйлейтіні бар ғой. Шешем ренжіп сөйлеген кездері болды. Сонда менің әкемнің бір сөзі болатын. Өзің білесің, сенікі жөн дейтін. Таңғалатын. Не деген махаббат олардікі. Мысалы, менімді Мейрамбектің де ата-анасының қолында өсті. Мен кішкентай кезімізде бірге жүрдік қой. Мейрамбектің де папасы мен мамасының екеуі бір сөзге келіспей жатқан жерін көрмеппін. Өмірі өздері қалжыңдасып отыратын сондай жанұя. Мен көрген ата-аналар осындай да көрген. Мен дәл қазір мен соны қайталаймын. Жасандылық емес, жасыратын жоқ. Жалпы исламның бір жақсы қағидасын осыдай айта кетейін, рұқсат болса. Исламда бір жақсы бір қағида бар. Сен егер әйеліңе ренжулі болсаң дейді, исламдағы шарт, балаңның көзінше айтпа дейді. Бала шағаның көзінше. Егер дейді, оның жасаған тамағы дәмсіз болса, сен әке шешеңнің балаң көзінше айтпа, сен тамағың дәмсіз деп дейді. Айта, көзінше айтпа дейді. Олсын негізгі қарап тұрсаң мәдениеттің жоғы. Қарапайым қағида ұстау керек. Қарапайым қағида. Ал мен сон тамағың дәмсіз болып деп мен айтсам, ол әсер етеді балаға да. Бала тура сол тәрбиені қабылдап алады. Ал және де оны естіп тұрған ана да үнжұрғасы түседі ғой. Дамаға алмайды, абырой шешіліп қалады. Жауап қайтарады. Ол жауап қайтарсын, үлкен ұрыс керіс басталады. Бірақ не істесек те, қандай болса да Құдайдың алдына барғанда жауап береміз. Құтылып кету деген жоқ. Бүгін жарайды, ұрдым, соқтым, болмаса опайым түгел болып кеттім, ажырастым, кеттім. Бәрібір біз жауап береміз. Дегенмен қазіргі заманда бізде аталардың, әжелердің мектептері жоғалып кетті деп айтсақ артықтау шығар, ақсап тұр. Біз енді бәріміз де әжені көріп, әженің тәрбиесінде өстік қой. Мысалы, үйден шығып бара жатқан кезде, кешкісін ақшам кірген кезде, әсіресе қыздарды үйден шығармайтын. Исламда айтады, балаңды түнде емес, ақпан қызылда, ымырт үйірілген кезде ізде дейді. Кешкісін қыздың жаны кеудесіне, аяғы үйге сыймайды дейді. Сол кезде так-так деп отыратын. Сосын түнде су төгуге шығармайтын. Енді су төгемді сылтауратып, қыздың қылығы түзде дейді, неше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Ал кешкісін әжемізбенен енді барлығы сырттағы шыққан кезде есіктің алдында кіре берсе ілулі тұрады. Бір бешпет бір нәрсені басымызға жалаңбас шығармайды, бісміллә деп шығарады есіктен. Сол мектептер мықты, сол менен көріп өстік. Ал енді сол мектептерді біз қазір өкінішке орай ақсатып, ой керек емес, ескі сарқынды деп соны опық жеп жатқан сияқтымыз. Осы тұрғыда өздерің... Шәке, мынауыңыз бар ғой, мынау айтып отырғаныңыз, бұл деген сұмдық мектеп қой, бұл керемет мектеп. Қазір соны айтайын қызығым. Осы салт дәстүрді, жоралғыны үйде қаншалықты ұстанасыңдар. Мен мысалы айтып отырғаным, осы жайында тренинг өткізсем бе деп отыр. Үйдегілерді енді егер 10 мың теңгеден өткізсем деп қымбатсынбайсыңдар ма, жібересіңдер ма? Жібереміз ғой, неге жібермейміз? Менде енді үлкен пышақ ұялғаннан өтеді дейді, бір еріккенне өткізейін деп отқан жоқ. Мен де күні түні миымда ананы мен егенді айтпасам халыққа жарылам. Айтып, осы жайында қозғап бір үсті-үстіне өткізіп тренингті қайтадан айтыр алғанша алар, айту парыз енді. Сөйтіп жастарға бар білгенді көрсеткім келіп отыр. Мен мынандай нәрсе естідім, жаңа сіздің сөзіңізден кейін. Бір үлкен жақсы әл-ауқатты семьялармен бір жол кезіп қалып, қызым мысалы достарымен ана шетелге кетті демалуға. Өсіп қалған әжептәуір қыздары бар. Бір барсам қызым достарымен мұнда кетті. Мысалы, мен енді қызым жоқ қой. Менде Құдайдың берген 4 ұлы бар. Мен ананы жат біреудің қызын қызғаны бөліп отырмын өзімнен өзім. Ол не істеп жатыр? Кіммен кетті? Кіммен кетті? Ол ана жақта не істеп жүр? Қасында кімдер бар? Мені кәдімгідей уайым сарсаңға салды анау. Өзімнен өзім уайымдадым. Күшін соққандай. Біраз мен қош.
ол біреудің қызы өзі біледі оның әке шешесі бар, бірақ айтып қой өзі адам қалай жібересіңдер деп ше. Бірақ кәдімгідей уайымдадым. Негізі бір біздің қоғамда жаңағы сіздің айтқан тәрбиеңізден аулақ басқа тәрбие бар. Қызында, ұлында іздемейтін бір тәрбие бар. Өздері қалада бір үйде тұрады, ұлым жеке тұрады. Ей, ол ұлың үйленген жоқ қой десем, жоқ үйленген жоқ, енді өстіп азамат қой, жеке тұрсын дейді. Өміріне араласпайды. Өміріне араласпайды. Өз табысы өзіне дейді. Мен осындай дүниені түсінбеймін. Мысалы мен жасыратын жоқ, алға қойған мақсатым бар. Егер мен тірі жүрсем, бала шағам аман болса, кемпірім, әйелім аман болса, мен ана ұлдарым өсіп, үйленіп, үйлі болып, баласы үйіп, біз бөлек шығайық деген кезде гәне, үйі бара қой. Оның өзін ұзатпайды, сол бақшаның аяғынан бірдеңе істеп беріп, солай істемесе мен еншісін беріп, бөлек шығарып. еншісін беріп. Менің шешем 80-ден асты. Әлі күнге дейін бізге алаңдайды, Құдай. Мен бір жақ кетті десе, гастрольде жүрсем, гастрольден келгенше алаңдап ұйықтамайды ана кісі. Уайымнан. Бұл қазақта сөз бар ғой, бала өскенше білекті ауыртады, өскенше жүректі ауыртады дейді. Сол өскенше білегін ауыртқан, енді жүрегін ауыртып жүрміз. Қазіргі көп мына европеизмға кіріп кеткен бір үлкен отбасылар бар. Солардың не білегі ауырмайды, не жүрегі ауырмайды, таңғаламын. Мен қате шығар мүмкін деп те ойлаймын кейде. Мүмкін оларды дұрыс шығар деймін. Мейрамбек ойбай қызды болды дегенде бүкіл қазақ ел болып шуладық қой, қуандық. Сөйтіп елдер ойлады, қазіргі заманға сай Мейрамбек қызының атын Элеонора, Айлин, Айлун деп бір нәрсе қылып қойды. Бірақ Мейрамбек келді, Кәусар деп қойды. Сөйтіп еді, не көбейді? Қазақтың қыздарының аты Кәусар деген қыз көбейді. Осы тұрғыда мен айтайын деп отқан, неге біз баламыздың атын дүниеге келгеннен бастап не орысша, не европаша, не арабшаландырамыз? Неге ол баланың атын айтқан кезде оның қазақ екенін көрініп тұрмау керек? Неге біз жағы өзіміз айтқан Қамбар, Қобыланды, Толағай, Қамажай деп неге қоймаймыз? Неге біз Айлун, Айлинге жүгіреміз? Сосын көзі сығырайған қап-қара қазақтың қызы Элеонора болып тұрса білмеймін. Осы жерде ат қойғанда Кәусарға, Кәусарға, Мейрамбек Кәусарға. Мен осы екеуің ортасында бекер келдім бе деп ойлап тұрмын. Жоқ, мен сол сен сөйлемейін деп отырмын. Рахаттанып отырмын ше қазір. Кітап оқып отырсам. Кәусар деген мысалы көп күткен, иә? Ұзақ күткен дейді. Мысалы Кәусарға сен өзің қойдың ба әлде ол кезде марқұм әжеміз тірі ғой? Иә, ол кезде тірі. Апам марқұм қойды ма? Иә, апам қойды ғой, содан кейін өзі ораза кезінде, айт кезінде туылды ғой Кәусар. Кәусар бұлақтың аты ғой. Иә, сөйтіп. Содан кейін кішкене соған келсе екен деп, бір Құраннан болса екен деп ойладым да мен. Араб емес, Құраннан болса екен. Ораза. Кәусар енді қазақтың несі ғой, тазалығы, бұлдыбақ, мөлдір бұлақ. Сондықтан Кәусар деген сүреде бар әлі бір нәрсе. Сондықтан Кәусар деп қойған кезде енді мен ойлаймын шатасқан жоқпын деп. Мынау енді Абу Хайырда да солай енді тура осы жаңағы оразаның кезінде туылды. Сосын енді молдекеңдермен көп жүреміз ғой жаңағы. Сосын ауызашарға барған кезде мен осындай бала ұлды болдым. Өзіңіз Кенжәлі деген бір алтын ағам бар. Сол кісіге өзіңіз қойыңыз енді атын дедім енді. Сөйтіп ол кісі кітаптарды қарап отырып осы Абу Хайыр деген дұрыс деп шешті. Содан кейін Абу Хайыр деп қойдық. Жалпы қазақтар біз өз біреуге қойдырамыз ғой. Келесі Құдай қаласа туылып жатса өзіміз қоямыз. Сол кезде бір араб емес, өзіміз қазақи аттар Тоқтар деп қоярмыз, Мейрамбек деп қоярмыз деген сияқты. Сөйтіп қоярмын енді. Қыз туып жатса Жанар деген сияқты. Ал енді сол екеуінде де сол үлкен кісілер қойды сол кісілер. 7-ші туайын деп тұрған баласына ат қоямын деп уәде берген. Содан менен бұрын қойып тастапты біреу. Енді ана үлкендеу кісіге қойған. Содан жарайды жеңеше ештеңе етпейді. Мен өкпелеп қалдым деп жұбатып жатыр. Тоқтар енді ренжімешін үлкен кісі ғой не деп ағам екеуі. Жарайды жеңеше. 8-шісіне өзім қоймысым, сен жеңгемнің жылағаны ғой. Мен де аясаңдаршы деп. Негізі Жанардың сөзінің жаны бар. Неге қазақ аттарды қоймаймыз? Шетелдің бірдеңесіне құмарымыз olsun. Енді 4 баламның 4-еуінің де аты қазақи. Беколжас, Әлинұр, Сағинұр, Шахнұр. Жоқ, мен ұлтшыл емеспін, бірақ ұлтымызды жақсы көремін. Мысалы, біздің әулетте келетін барлығы маған қойдырады.
Жақында бір қызды болдық, мен балайым деп Адам қойдым. түсінбейтін аттар қояды. Балайым деп қойдым атын. Мысалы, қандай әдемі ат. Сосын жағы бір жеңгеміз ұл туды, ұлағат деп қойдым. Содан біздің ауылдағылардың бәрі екінің бірі ұлағат, екінің бірі қазір балайым. Өзі еркелетеді, бір әдемі ат. Сондай аттар көп қой, мысалы. Біз әңгімеміз әдемі. Тоқтар. Мен рахаттанып отырмын екеуің әңгімелеріне. Сенің рахаттанып отырғанын мен байқап отырмын. Мейрамбек сөйлету керек. Жоқ, мен сендермен біргемін, айналайын. Негізі өмірде бізде юморы көп Мейрамбек қой. Ойбай, бұлай отырған кезде ішегіміз түйіліп жатады. Біздің әңгімеміздің негізгісі баяғы біздің анау біз сізге барып үйіңізге анау ауылдан сарқыт келіп еді ғой сізге. Ана қара иқырғаға дейін келетін. Анау соның кейін тары, ірімшік, қолдың майы, Жәкеңнің есімдегі Жанар апайға үйіне бір артық дүние келсе болды, бәріміз жинап алатын еді ғой, бәріміз келіп ет жеп, әсіресе етіңіз тәтті болатын. Анау қызыл қамыр, жасыл қамырдан пісіретін, не? Солар не ол, не болып отыр? Көп болды, көрмей кеттік қонда, Жіберсейші тренингке үйретем. Келіндерді. Бір күн жасыл қамыр жейсің, бір күн қызыл қамыр жейсің. Керемет дүниелер еді. Егер біздің, мен ойлаймын, салт дәстүрімізді, жағы ұлттық құндылығымызды, тілімізді, әсіресе мына дастархан мәзірін егер біз өзіміз құнттамасақ, өзіміз ұстамасақ, ол кімге керек? Біздің жоғымызды кім жырлайды? Сондықтан да мен ойлаймын, заман өзгергенменен, заман өзгерді деп айтамын, заман өзгерген жоқ, адамдар өзгеріп кетті. Қосыламын мен. Мен де қосыламын, дұрыс еді. Тамаша дүние. Біздің қазіргі, мен бір нәрсеге жүрегім ауырады. Менің мысалы біздің қазір данагөз қарияларымыз, ақсақалдарымыз, әжелеріміздің көзі бітті кетіп. Біздің әке шешеміздің, менің әкем өзі кетіп қалды. Сіздің де әкеңіз мен шешеңіз де кетіп қалды. Олардың қатары бітті сиреп. Мен шешемнің 80-ден асып кетті. Соңғы білетіндер, мына қазір аргез қазір 60-тағылар осы соңғыны көріп қалған шығар. Жаңа мүше-мүшемен ет қою, жөн-жоралғы деген бар, қызға тартатын табақ, ұлға тартатын, күйеуге тартатын табақ, жолаушыға тартатын табақ, тағыныстағы енді құдаға жетеді ғой бәрі. Қазақтың енді аттан жығылса да салттан жығылмаған қазақ. Осының бәрін үрдісін жақсы меңгерген қазақтың осы ертең тоқтап қала ма деп, ертеңі бітіп қала ма деп қорқам. Мен кейде әйеліме жасыратын жоқ, айтам, мен шешем көз тірісінде үйреніп ал. Жазып алу керек. Жазып ал, үйрен. Енді мақтағаным емес, бейбіттің бір жақсы қасиеті, ол біліп алған, жілікті қайда салу, төсті қайда салу, жамбас кімге тарту керек, қос-қостан жілік тартпайтын, осының бәрін, қос жамбас тартылмайтын, осының бәрін айтып, өзі айтып отырады, сөйту, акасы бүйту керек, біз білмеппіз ғой деп. Ол енді үйреніп жатыр. Шынында күшті бастама бұлар. Бұл осыны сіз тренинг жасайтын болсаңыз, ол деген қаншама қазақтың келіндері, қыздары сабақ алады. Ертең ол телефонмен звондап, апа, мен бүгін қонағым келе ет салайын деп жатырмын, не салсам болады, сүйектерді көріп берші деп отырмайды. Өзі алады, өзі салады. Бұл қандай жақсы. Сондықтан мынау ісіңіздің бастамасы құтты болсын, Жәке. Жалпы қазақтың мен деген, былай айтқан кезде ішінде салт дәстүріне бай, айтар сөзін нық, сіздің әрбір ісіңіз Құдайға шүкір өнеге ғой. Сондықтан мен сізді құптаймын. Мен бала күнімнен сізді қатты жақсы көремін. Сол жақсы көрген күйімде қазақ жақсы көреді осы білемін. Сондықтан осы ісіңізді алға жалғастыра беріңіз. Біз келіндеріңізді жіберейік. Олар басқаларын тартсын. Жалпы сіздің бастамаңыз анау далбасалап байып кетудің жолында жүрген барған небір тренингтер бар ғой. Солардың қасында мынау салтымызды, дәстүрімізді дәріптейтін тренинг болатын болса, мен қуанып келсем бұған. Бұдан артық не керек? Біліп алатын нәрсе ғой, біліп алатын. Білем деген адамға ниет болса болды. Қиын ештеңе де жоқ. Өйткені біздің затымыз қазақ, шыққан жеріміз қазақ, көріп өстік барлығын. Тек бір жаңғыртып өтсек болды. Болады. Мына майды неден жасайды дейтін сұрақ қойылады ғой. Сары майды қалай жасайды, неден жасайды дегенде мен ішіп отырған тамағым өтпей қалған кездер болған кейін. Мен саған бір өтірік айтайын ба? Бір рет осы бір бағдарлама болып жатыр, мен соны жүргізетін болдым, жүргізіп жатырмын. Сол кезде сиыр керек болды. Яғни сиырдың емшегінен сүтті кәдімгідей салып көрсетіп, бір-екі ауыз ғана әңгіме айту керек болды, соны көрсету керек болды. Содан бір қаланың қызы көмекші сол продакшнның жүгіріп жүрген. Сол сиырға соғыз жіберді. Кетіп бара жатқан кезде айттым, ай, ана қыз қазір бүлдіретін шығар, бір
білетін біреулерің барсаңдар деп. Жоқ, ол қатырады, айттық, тапсырма бердік, оның жұмысы деп. Бір кезде қыз келді сиырды алып. Соны жуып қатырып дайындап қойыпты. Соны мен халатымды киіп, жағы әңгімем жол-жөнекей киіп петечкам бар ғой, айтып келе жатым осылай деп. Қасына барып қалсам, өгіз тұр, бұқа тұр алдында. Сосын естерін тұрсам, бұқасы несі десем, ана қыздың айтқан жауабы ғой, сиырлардың бәрі бере бермей ма сүтті дейді. Бұқа да сүт береді екен. Мына қай жерін салам мұнаны деп. Сонда менде қорқыныш пайда болды. Ол жерде ештеңе білдірткен жоқпын. Бірақ сол кезде ол кезден тренингтен әңгіме болған жоқ. Бір нәрсені бастау керек ау, бір күні мен жарыларым ау түбі айту керек ау, біз қайда бара жатырмыз деп. Сонда жалғыз қыз емес, көп адам білмейді екен. Сиырдың сүт беретінін, бұқаның бермейтінін. Сол кезде мен төбе шашын тіктіп та, сол мен мына жерімде тұрып қалды. Біз қайда бара жатырмыз, басқара мынау менен ертең кім боламыз деп. Қаланқы деп енді анадай жағдайға дейін жету деген бұл енді трагедия ғой. Трагедия. Және сондай передачаларда білмейтін адамдар басқарып түсіретініне таң қаласың, да? Қалай сені тапсырады. Әр нәрсенің басында білетін, байын білетін, соны адамдар жүру керек қой негізі. Профессионалдар екінің бірі қазір ойбай мен қатырамын дейді да, соны тендер дейміз мысалға, анау дейді, мынау дейді. Жаңа передачаларды алып алады да, не домбыраның қасиетін білмейді, не қобыздың мұрнына иісі бармайды. Сондайлар баяғыда да маған осындай бір домбыра туралы бір бағдарлама болып, шетінен жаңағыдай орысша балдар, бірақ соны бір передачаны алып апты түсіруге. Мені танымайды, фотосессияны біраз жасап жатыр. Ең болмаса домбыра тартатын адамдарды, білетін адамдар бару керек қой. Ар жағында бұның бір телевизионный бір қателерде болып тұр ғой. Оларына қыз енді жарайды білмес, енді бұқаны ажыратпаған шығар, ол ауылда өспегеннен. Хабарды түсіріп жатқан адамдар да бәріне жауапты ғой бұл жерде. Ар жағында қате тұр ғой бүгін. Менде бір қызық болған, бір-екі жігіт келді, біз Россияда жұмыс істегенбіз, қазір терме деген өнерді көтергіміз келеді. Мен қуанып кеттім, ой, терме деген жақсы ғой деп. Өздерің қай ауылдың балаларсыңдар деп едім, біз Қызылордадамыз деді. Ой, Қызылорда сырелі, жүрелі, Тұрмағамбеттің ұрпағымын деп айтсаңдаршы деп. Я деп тұрған содан барып келетінді айтып, алмас біздеңдер, анан іздеңдер деп сөйтіп. Кедер кезде шықпайды енді. Қипақтап тұр. Сосын енді бір нәрсе айтылған келіп тұр ма, айтсаңдаршы. Тұрмағамбеттің телефонын бересіз ба дейді. Масса. Бересем ма? Жоқ. Оны Таразда кімнен, жол жөнекей кімнен, Сүйінбайдан сұрап алды. Сүйінбайдан сұраңдар дедім. Я сонда болу керек телефон, мен білмеймін дедім. Мейрамбек Тоқтар, домбыра демекші бар ғой, көрермен былай тұрсын. Мен өзім сағынып қалдым. Бүгін бір сабақ дене сәтімен сәт түскен күн болды. Домбыраларын дайындашы. Осы бір әдемі әндерім бар еді ғана. Аруана ма, Жанана ма? Аруана. Бірінші дуеттер осы ғой сендердің шыққан. Соны бір еске алайшы. Әкеліңдерші домбыраны балалар. Және осы жерде айта кетейінші, сендер аруана деп айттыңдар ғой, қазіргі кезде балалар жанботасын сағынғанда ару-ана дейді. Аруана бұл түйе ғой. Енді ана ару болмайды. Жанана, асыл ана болады, ару қызғана болады. Осы жүрген жерлерінде соны айтып жүрміз. Көбі ару-ана. Сен аруанасың, мен ботаң, жанана деп тұр. Жанана. Сен аруанасың, мен ботаң, жанана деп. Аруана деген түйенің несін айтады ғой, мамасын айтады ғой, ботаның. Мен ботаңмын деп тұрған ақ белгілі ғой. Мына өлең сендердің уыстарыңа қалай түсті, Мейрамбек? Бұл көкіміздің қасында жүрдік, Тоқтар екеуміз. Содан кейін Рүстемнің әні осы Алтын Қорзайдың баласы. Рүстемдік екенін білемін, Алтын Қорзайдың баласы. Ән шығарыпты деп, содан кейін таза дуэттің әні ғой, көке біз айтамыз деп. Сол кезде айтқанбыз, ең бірінші әндеріміз біздің. Одан кейін студент кезде жұрттың бәрі осы өлең айтатын еді ғой, әлі дейін осы екеумізде қалған естелік осы болды. Бағы жанған, орындаушысын тапқан ән сол кездегі. Біз Тоқтар екеуміз көп болды, көрейік енді.
Бірақ жүрегімізде қалды ғой бұл дуэт. Саптаяқтың сыры кетсе де сыры кетпейді дейді, іште кетпейді. Өз балаңнан артық бала барманы, мәз боласың жарай қалсаң шаруана. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Аруанасың мен ботаңмын жананы, сенсіз мені бақ жұлдызым жанама. Сенсіз мені айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Асыланым сенен туа алайын, алдым сені атар таңның арайын. Сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын. Сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын. Ой, ай, ей, жанана. Керемет. Ұмытпаппыз дегенмен. Ұмытпапсың да ешқандай да. Сіңіп кеткен расында. Жұптаймыз ба? Мені екеуміздің дуэтіміз бар еді ғой. Сендерге қарап мен жағы. Сендерде мынандай бола ма? Концертке шақырады ғой. Інілеріміз бар, өзіміздің әріптестеріміз. Сол кезде Алла сахнада тұрған кезде ойбай тыпыршып концерт біткенше өліп қала жаздаймын. Сондай бола ма? Біз ана сахнаның сыртында жүріп үйреніп қалған көрермендермен бірге отырып мен көре алмайды екем. Ана шабытың келіп қосылып айтайын десең жан жағынан ұят. Кейде қосылып та кетесің. Сондай бола ма? Ол жүрек атқа тән қасиет қой. Жүрек атты бәйгеге жай қоспай алып барсаң, ол бәйге біткенше өзін өзі жеп бітеді. Тер шықпай, жанталасып. Кейбір ондай жүрек аттар өліп те кетуі мүмкін. Шауып атқан атты көрсетіп тұрғанда жібере қоймасаң. Сол сияқты бұл өнер адамды Алла тағала солай беріп қойғанда. Ойбай, Мейрамбек тоқтар, мен өліп қалмасын десең де концертте онда шақырмаңдар, лучше мен өлең айтып сендер қатарыңдар. Сол біз өлең айтып, сіз өлең айтпай қалсаңыз қиын ба, сіз өлең айтыңызшы деп отырмыз ғой біз. Әкелдеш мен домбырамды. Біз ана Мейрамбек екеуміздің білесің ғой тоқтар. Тарихында білесің, анау 99 жыл ғой, Одан ертеміз 98 деймін. 98 ба? 98. Мейрамбек сөзін ұмытып қалған жоқсың ба? Мен ұмыттым ғой, бірақ сен айтқан кезде ескерседі ғой. Жоқ, атастадым. 98 жыл бұл Қадырғали Көбентаевтың әні. Қадырғалидың. Ертең концерт деген кезде түнде әкеліп тастасаңда жастығым шығар, қиналғанда жоқпыз. Мейрамбек
Telefonda жоқ қой. Қайда жүрсің? Мейрамбек ұстатама. Содан Баяғы келді. блокнотыңда да сенің. Осыларды жазып қарасашы. Жакең жазуын қарасашы. Почерк деген. Сен почеркің ұқсайды екен. Мынау 88 жылғы. 88 жылғы қай жылы жазғанды жазып қоятын едім ғой. Мына жерде жазбапсың, бірақ мынау 98 мен. 98. Мынаның ішінде не бір дүние жатыр, тоқтар. 49-68-73-те біреудің телефон жазып. Ол ана авторы сөзін жазған, міне. Шолпан Әділқызы, Шолпанның телефоны. Ол кезде тек қана үйдің не жұмыс телефоны еді ғой, 6 цифрдан тұратын нөмір еді ғой, үйрені бар. 49 өзгермеген көрдің бе? Қазір алдына ек қосылды ғой. Қарасашы. Актюбинск дейді. Актюбинск. Город Актюбинск. 86 жылғы. Апрель. Орысша жазғанда. Қай жерде, мұнан айттық қой, Мейрамбек. Екеуміз айттық қазірде. Қайсеті? Қоштасу кезі келгенде айттық екеуміз. Ана, сен менің шаттығымсың, сол автордың аты. Мына 86 жыл маған берген сол жылдарды жазып қойған ғой. Не деген сақтау, Сүр болыпты. Қолмен жазған, сияны еш шығады. Бар ма сенде өзінде? Бар жиынмен жазғандар. Мен де сөзін қалдым. Азабың бар, ол сенің, мазабың бар, ғашықтарға сыйлаған, тозағың бар, Қанжардай боп қаралған от кеудеме, о махаббат, сенсіз жазалымдап. Бірінің бар тілгелеген жүрегімді ақ жарқын сенің бейнең күнден ұрлы есіміңнен бой томар жасап алдым. Тал бесіктен тербетіп әнмен жүрдім. Есіміңнен бой томар жасап алдым. Тал бесіктен тербетіп әнмен жүрдім. Жыр тасқының жанымды жазалайды, арман болған бір оймен мазалайды. Қайтсем ғана Арылам бұл күйімнен сүйе тұрып сүйе алмай таза қайғып бір мұңнан тілгелеген жүрегімді ақ жарқын сенің бейнең күнден ұрлы есіміңнен бой тұмар жасап алдым. Тал бесіктен тербетіп
Менде алғысым шексіз. Аман болайық. Мейрамбек, Жақсы, аман жақсылықта болыңдар, жолығайық. жолдарың болсын. Аумин. Жәке, рахмет.